Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгін біз ультра дыбыспен бет тазалаймыз. Бетімізді жуып тазалап аламыз. Гелмен бетті алдымен жуамыз. Бетті тазалаған соң скраб арқылы құрғақ тершіктерді кетіреміз. Бетімізді құрғатып, тоник пайдаланамыз. Тоникпен бетті сергеткен соң, тері тесіктерін ашатын, теріні жұмсартатын гель жағамыз. Енді бетімізді пленкамен жабамыз. Гель бетіңізді ашту мүмкін. Ол 40 секундтың ішінде аштып, және басылады. Гель мен пленканың әсері бұл беттегі бітелген тесіктерді жұмсартады және бет терісін жұмсартады. Бұл гельді 20 минут ұстаймыз. Жұмыс барысында біз ультра дыбыстық скрабер және ультра дыбыстың күші келмейтін терең комедондарға арналған қасық пайдаланамыз. Құрылғыларымыз алдын ала залалсыздандырылған. Бет терісін тазарту теріңізге жағымсыз болуы мүмкін. Бірақ оған шыдау керек. Өйткені тазарту барысында терең майларды шығару үшін күш салынады. Және процедурадан соң бетіңіздің қалпына келу 3 сағаттан 3 күнге дейін созылуы мүмкін. Бет тазалаған соң мойшаға, солярий, пилинг жасауға болмайды және қатты скрабтармен ысқылауға тыйым салынады 2-3 күндей. Және спортқа барып жүрсеңіз, бет тазалаған соң спортты да 1-2 күнге қоя тұру керек. Себебі спортта сіз терлейсіз және тері тесіктеріне ол жағымсыз әсер етеді. Терінің терең енген комедондарын қасық арқылы шығарамыз. Қуаттың аздығына байланысты ультрадыбыс терінің сау жасушаларына зиян келтірмейді. Тазалау кезеңі аяқталды. Бетті хлоргексидиннің көмегімен залалсыздандырамыз және іскенді басатын сары су жағамыз. Бетіміздің терісі майлы болғандықтан көміртекті маска пайдаланамыз. Бұл масканы жаққанда әсіресе Т-зонаға көңіл бөлеміз. Өйткені сол жерлер бірінші майланады. Маскамызды 20 минут ұстаймыз. Минут уақытымыз өтті. Енді маскамызды жуып тастаймыз. Бетіңіздің терісі майлы болса, тазарту процедурасын ай сайын жасап тұрған жөн. Және үй күтімін ұмытпаңыздар. Және бұл процедурамызды қабынуға қарсы эмульсиямен аяқтаймыз. Процедурамыз аяқталды. Әрдайым беттеріңізді күтіп, әдемі болып жүріңіздер.